24 сағат бойы тоқтамай сізге суды тазалап беретін осы аппаратты сіздерге таныстыра кетейін достар. Бұл Қытайда жасалған, жоғары жағында экраны бар, суға қатысты ақпараттардың барлығын сол жерден көрсетіп тұрады. Бұл Қытайда жасалған, сапасы өте керемет. Алам десеңіздер пікір аймағына алам деп жазсаңыздар болды, біз өзіміз хабарласатын боламыз. Сапасы жоғары, қалың темірден жасалған, барлығын өздері түсіндіріп айтып тұр. Құрметті достар, осы жерде бетіндегі описаниясына келейік. Мына жерде тиын салып төлеуге болады. Оның жоғары жағында қызыл көк кнопкалары бар, біреу қосатын, біреу тоқтататын. Оның жоғары жағында картамен төлейтін, оң жағында QRмен төлейтін жері бар. Және жоғары жағында қанша литр су, қанша сомаңыз қалды, соны көрсетіп тұрады. Ал мына жерінде баклажкаңызды қоятын есігі бар. Ашып, бұл жерде баклажкаңызды қойып, суыңызды алып кете беруге болады. Енді мына оң жағына келетін болсақ, бұл жерінде бұның ішкі кухнясы дейді, яғни суды қалай шығарып, соның барлығын көрсетеді. Міне бұл жерде барлығы утеплет етілген, суықтан қорғайды, ешқандай аяздарда бұл қатып қалмайды. Бұның ішінің барлығын өздеріңіз ақырын көріп шықсаңыздар болады. Құрметті достар, осы сияқты аппараттарды алдырғыларыңыз келсе, бізге хабарласыңыздар, біз осыны Алматыға дейін жеткізіп береміз. Бұның Қытайдағы бағасы 1.200.000 теңге. Келуімен 1.300.000-1.350.000 болуы мүмкін. Құрметті достар, егерде видео сіздерге ұнайтын болса, онда менің парақшамды жоғалтып алмай, алдыменен тіркеліп алыңыз. Және керек деген достарыңызға осыны таратып қойыңыз. Өйткені біздің өңірлердегі, кез келген өңірдегі судың тазалығын өздеріңіз білесіздер. Әр қайсыларыңыз осыдан біреуін алып, домдарыңыздың алдарына осылай қойып қойсаңыздар, суды, осындай крандағы суды 10 теңгеден 20 теңгеден сатып, өздеріңіздің бизнестеріңізді ары қарай дамытып кету мүмкіндігіңіз бар. Міне құрметті достар, тағы да осындай қызықты ақпараттар керек болатын болса, онда пікір қалдырыңыздар және лайк басып, менің осы видеомды қолдап, қуаттап кетіңіздер. Сау болыңыздар, мен сіздерді жақсы көремін.